Мұхаммед, сен не дейміз? Өте тамаша балалар, өте жақсы. Қазір біз мына жерде картаның ішінде топқа бөлінеміз. Бір-бірінен алыңыздар, топпен отыра қаласыздар. Екінші топ. Жақсы балалар, топпен отыра қалыңыздар. Қазір бізде бағалау парағы. Бұл жерде қазір балалар жеке бағалау болады. Әрбір балаға бір-бірден беремін. Бұл жерде бізде қарап тұрсаңыздар 1-ден 9-ға дейін сан берілген. Әрбір өткен жаңа тақырып бойынша мен сіздерге бал санын айтып отырамын. Сол бойынша өздеріңізді бағалап отырасыздар. Жақсы балалар, бізде қазір телефонымызды ашамыз. Сіздерге мен сілтеме жібердім. Қазір сол сілтемеге кіресіздер. Сол арқылы еду капли ойыны арқылы үй тапсырманы орындаймыз. Мұғаліммен бастай береді ма? Жақсы балалар, қазір бастай береміз? Бастаймыз ал. Зиготаны айта ғой, Жүнжүн? Зигота бізде біріншісі. Өте тамаша балалар, телефонымыз қойыстай қаршы. Екіншісі бізде орташа пластула сатысы. Назерке келе ғой. Өте тамаша. Пластула Мұхаммед келе ғой. Өте тамаша. Гаструла Камшат келе ғой. Гаструла бізде үшінші. Өте тамаша. Нерула Сапкана келе ғой. Өте тамаша. Өте тамаша балалар. Тамаша, барлығымыз жақсы қатыстық, иә? Жақсы балалар, өте тамаша. Ендеше біз сабағымызды бастамас бұрын осы видеоға назар аударыңыздар, иә? Немен байланысты екен? Жұмыртқа, дернәсіл, шалы түрленіп даму келесі кезеңдерден тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл және имал. Түрленудің осы түріне тән бунақ денелілерді шалы түрленіп дамитындар ретінде сипаттаймыз. Дернәсіл имагуға ұқсайды, бірақ қанаттары жетіспейді. Ол тек ұрықтың сыртқы қанаттарының өсінділері ретінде болады. Дернәсілдер жыныстық жетілмеген болып табылады. Дернәсіл бірнеше рет түлейді. Әр түлеу аралығы жас 5-ші жас сатысы бунақ денелілердің жұмыртқалай алатын жыныстық жетілген түрі болып табылады. Барлық айналым 50-ден 70 күнге дейін созылады. Шалы түрленіп дамитын бунақ денелілерге мысал ретінде тарақандар мен шегірткелерді келтіруге болады. Толық түрленіп даму келесі кезеңдерден тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ және иман. Метаморфоздың осы түріне тән бунақ денелілер толық түрленіп дамитындар ретінде сипатталады. Дернәсіл имагудан айтарлықтай ерекшеленеді. Дернәсілдің құрылысы толығымен қорек
Оның барысында дернәсіл ұлпалары иман ұлпаларына айналады. Ішкі дамитын ұрықтың қанаттарын қуыршақ сатысының алғашқы кезеңінде көруге болады. Жыныстың жетілген ересек түрі иман қуыршақтың ішіндегі өзгеру үдерісінен кейін пайда болады. Барлық айналым шала түрленіп дамитын бунақ денелілердегіден гөрі ұзаққа созылады. Толық түрленіп дамитын бунақ денелілерде мысал ретінде көбелектерді, ұсақ көбелектерді және қоңыз, шыбындарды келтіруге болады. Жақсы балалар. Жалпы сіздер мына тақырыптан не түйдіңіздер? Қалай табы? бұл видео арқылы біз тура даму және жанама арқылы даму туралы түсіндік. Жақсы, тағы кім болды? Үнжу айта қойшы. Шала түрленіп дамитын бунақ денелілердегіден гөрі ұзаққа созылады. Толық түрленіп дамитын бунақ денелілерде мысал ретінде көбелектерді, ұсақ көбелектерді және қоңыз, шыбындарды келтіруге болады. Жақсы балалар. Жалпы сіздер мына бүгінгі тақырып бізде жануарлардың тура және түрленіп даму онтогенез типтері, бунақ денелілердің шала және толық түрленіп дамуға мысалдар, модельдеу жануарлардың онтогенез типтерін салыстыру. Жалпы бізде сабақтың оқу мақсаты өсімдіктер мен жануарлардағы онтогенез кезеңдерін ажырату, жануарлардағы тура және тура емес онтогенез типтерін салыстыру. Сабақтың мақсаты бізде өсімдіктер мен жануарлардың онтогенез кезеңдерін ажырату және жануарлардағы тура және тура емес онтогенез типтерін бір-бірімен салыстыру екен. Өте тамаша балалар. Бізде қазір екі топқа бөліндіңіздер, және жанама және тура. Сіздерде бірінші топта бізде сурет сөйлейді. Екінші топта бізде Арлофора платформа арқылы берілген бейнематериалды қолдану. Сіздерде суреттер сөйлейді, берілген суретке сипаттама бересіздер. Бұл жерде мына жерде қандай жәндіктер берілген және көбеюдің қандай типтеріне жатады, мысалы бір-бірімен салыстырасыздар. Ал сіздерде және бұл жерде қандай жануар берілген, мысалы олардың көбею типтері қандай, соны көрсетесіздер, сіздерде. Көрсетесіздер, сіздерде көрсетілген. Мұндағы көрсетіп жатыңыздар,
жерде ұрсалып даму қандай дамуға жатады мысалы соны тура ма жаңа ма соны айтады жаңа түрленіп даму ма мысалы бұл жерде қарап отырсақ енді мына жерде бақылау мысалы біз тура емес деп мысалы не жатады мысалы иә толық түрленіп дамуға не жатады мысалы жазған енді соны айтасыздар сосын сіздер орталықпен салыстыру керексіздер иә даму жақсы балалар дайынсыздар ма кім дайын ұзақ қыстырасамыз иә біреуіне жетеді бұл жерде бізде ең бірінші жұмыртқа және де жалпы ең бірінші сізді суретке сипаттама беріңіз тура ма жаңа ма мысалы шала түрленіп даму ма қайсыған жатасыз біріншісі шала түрленіп даму. бұл жерде шала түрленіп даму екіншісі тура даму, үшіншісі шала даму. шала даму иә толық даму иә дұрыс айтасыздар жақсы енді мына жерде бізде қандай жануарлар бар суретте бақа және де жегір келмеген иман көрінген. құмырсқа берілген иә құмырсқа берілген өте өсімдіктердің даму кезеңдерін ретімен көрсетесіздер бұл жерде бізде қазір жұптық жұмыс болады иә Маңызды шансыға жақсы келеміз. Жалпы бізде суретте өсімдіктің даму кезеңдері, зор кезеңдері берілген, иә? Жақсы ретімен айта қойыңыздар. Бізде ең біріншісі тұқым, ол А.
екіншісі бүршік шыққан тұқым, ол С. Жапырақтары шыққан сабақ Е. Келесі төртінші бізде гүлдері бар өсімдік, ол Ф. Төртіншісі ол бізде Ф. Бесіншісі жеміспен тұқымы бар өсімдік, ол бізде Д. Және де ең соңғысы жемісі бар өсімдік, ол бізде В. Жақсы балалар, толық келісесіздер ме, дұрыс па? Иә. Өте тамаша, жақсы отыра қойыңыздар. Жақсы келе қойыңыздар. Бұл жерде бізге өсімдіктің даму кезеңдері. Бірінші А. Ол бізде тұқым. Екінші бүршік. Үшінші Е. Ол бізде алғашқы сабақ. Төртіншісі ол бізде Ф. Ол бізде жапырақтары шыққан сабақ. Бесіншісі Д. Ол бізде гүлдері бар өсімдік. Біріншісі А. Яғни тұқым. Екіншісі С. Бүршік деген гүл. Үшіншісі Е. Сабақтанған гүл. Бізде төртіншісі Ф. Жапырақтанған гүл. Бесіншісі Д. Ол не бесіншісі? Гүлденген өсімдік. Гүлденген өсімдік бесіншісі. Алтыншысы В. Ол бізде жемістерген гүл. Бөледі жемісі шыққан өсімдік. Өте тамаша, жақсы балалар. Өте тамаша. Қазір сіздерде 4 балл. Барлығыңызға 4 балл. Енді бұл жерде сізді дәптерлеріңізді ашамыз балалар. Дәптермен жұмыс болады. Қазір бұл жерде бізде толық шала түрлі даму ұйымына анықтама бересіздер. Бірінші дәптерлеріңізге жазасыздар қазір барлығымыз. Екіншісі антогенез түрлерін кестеге толықтырасыздар. Тоже дәптерлеріңізге жазыңыздар. Кесте сызбай қысқаша мысалы жұмыртқа жасушасының сарылу мөлшері бізде қайсысында болады, иә? Кімдерде мысалы кездеседі? Дернәсілде, жұмыртқа басушыда, жатыршілікте. Дернәсіл кезеңдерінің бар болуы мысалы қайсысында болады мысалы, иә? Соны көрсетесіздер, ұрық қайда дамиды мысалы. Және соны көрсетесіздер балалар. Жақсы. Дайындала қойыңыздар. Одан кейін бізде мен сіздерге қазір өсімдіктің сызбасын беремін. Сол өсімдіктердің осы сызбасы бойынша сіздер жаңағы өсімдіктің кезеңдерін ретімен көрсетіп жатырсыздар. Асыл қараңғы тұра қойыңыз, иә?
үшінші сіздерге жаңа дедім ғой, иә? Сол жерде мысалы ұрықтық кезең қайсысы, жастық кезең қайсысы, ересек кезең қайсысы, қартаю кезең қайсысы, соны көрсетесіздер, иә? Кімдерде кездеседі? Дернәсілдік кімдерде кездеседі? Құстарда және сүтқоректілерде кездеседі. Үшіншісі, дернәсіл кімде кездеседі? Дернәсілдіктерде кездеседі. Дернәсілдіктерде кездеседі демейміз, иә? Ол бізде он аяқтыларда кездеседі екен, иә? Жұмыртқа басушы мен жатыршіліктері жоқ. Ұрық қайда дамиды? Жатыршілікте дамиды. Ал сызбада сіздер үшінші сызбада не істедіңіз? Бізде төрт кезеңді белгілеуге бердім. Ең біріншісі ұрықтық кезең. Қайсысы ол бізде? Ұрықтық кезең болса. Одан кейін екіншісі жастық кезең. Жастық кезең. Үшіншісі ересек кезең. Мына жерде аралығын тұр, иә, осыны түкте бізде. Одан кейін бізде қартаю кезең екен, иә, өте жақсы. Келеміз. Сіздер толық және шала түрінен дамуға анықтама бересіз. Шала түрінен дамуға ұқсайды, үш даму сатысынан тұрады. Біріншісі ол біз жұмыртқа, екіншісі дернәсіл, үшіншісі ересек жәндік. Енді толық түрінен даму тура емес, даму кезеңде жұмыртқадан шыққан дернәсілдік ересек жәндікке мүлде ұқсамайды. Енді бізде антогенез түрлерді кестесін толып тұрдыңыз ба? Иә, толтырдым. Жақсы, келе қойыңыз бұл жерге. Біріншісі жұмыртқа жасушадағы сарылыс мүшелері, ол бізде жұмыртқа басушы. Екіншісі кімдерде кездеседі? Дернәсілдіктерде. Үшіншісі дернәсілдік кезеңнің бар жоқ болуы, ол бізде дернәсілдік. Төртіншісі, ол бізде ұрыққа дамиды, жатыршілікте. Жақсы, сіз бana айта қойыңыз. Мына жерден айта беріңіз, иә, мына жерден көрсетіп жүріңіз. Біріншісі, ол бізде ұрық кезеңі. Екіншісі, жастық кезеңі. Үшіншісі, ересек кезеңі. Екіншісі, қартаю кезеңі. Жақсы. Отыра қойыңыз. Бірінші бізде тура дамуды шала түрлері дамуға анықтайды. Шала түрлері даму тура дамуға ұқсайды. Үш даму сатысынан тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл, ересек жәндік, яғни имаго. Толық түрінен даму. Тура емес даму кезінде жұмыртқадан шыққан дернәсіл ересек жәндікке мүлде ұқсамайды. Өте тамаша, жақсы. Ақсұңқар, суретке толтыра қойыңыз. Жақсы, отыра қойыңыз. Ең бірінші бізде ұрықтық кезең, ол осы. Одан кейін жастық кезең. Бұл бізде жастық кезең болады. Сосын жастық кезеңнен кейін бізде ересек кезең және де қартаю кезең. Кестені толықтыра қойыңызшы. Антогенез түрлері. Жұмыртқа басушы сарылыс мүшелері кімдерде кездеседі? Дернәсілдерде, яғни дернәсілдерде. Олар кездесіздер ма? Жоқ, қате, иә, ол бізде. Ол жұмыртқа басушыда кездеседі. Кімдерде кездеседі дернәсіл? Дернәсіл бізде жаңа бізде сіздер топпен жұмыс жасаған кезде орындады істедіңіздер, иә, осы тапсырманы. Кімдерде кездеседі екен сонда бізде? Он аяқты
алаяқтыларда кездеседі екен, иә? Ал жұмыртқа басшы кімдерде кездеседі? Кімдер жұмыртқа басады бізде? Жұмыртқа басшы бізде Кімдерде кездеседі? Кім толықтырады? денәзілде бізде доминант. Ал жұмыртқа басшы? Жұмыртқа басшылары кездеспейді, жатыршылықта кездеспейді. Кімдерде кездеседі? Бұл құстарда кездеседі, иә? Және қоректілерде кездеседі. Дернәсілдік бар жоқ болуы. Дернәсілде бар, иә? Ал жұмыртқа басшыда? Жоқ. Жатыршылықта Жатыршылықта жоқ. болады ма? Жоқ. Жоқ. Иә, өте дұрыс. Ұрық қайда дамиды бізде? Ұрық бізде жатыршылық. Жақсы, отыра қойыңыз. Олармен жаңағы конституцияны толтыра кетсем болады. Жақсы, толықтыра кетіңіздер. Шала түрлері тура дамуға ұқсайды. 3 даму сатысынан тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл, иман. Тура емес даму кезінде жұмыртқадан шыққан дернәсілде ересек жәндікке мүлдем ұқсамайды. Өте жақсы. Мұхаммед? Толық және шала түрленіп даму ұғымына анықтама беріңіз. Шала түрленіп даму ол бізде 3 даму сатысынан тұрады. Біріншісі жұмыртқа, екіншісі дернәсіл, үшіншісі ересек жәндік. Өте жақсы. Толық түрленіп даму 4 сатыдан тұрады. Жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, ересек жәндік. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Қамшы? Екінші тапсырманы айта қойыңызшы. Екінші тапсырмада бізде жұмыртқа жасушасы сарыуыз мөлшері. Бұл бізде жұмыртқа басушысы болады. Екіншісінде кімдерде кездеседі? Буын аяқтыларда кездеседі. Дернәсілдік буын аяқтыларда кездеседі. Үшіншісі дернәсілдік кезеңінде бар, жоқ болу. Дернәсілдік кезеңінде бар, жұмыртқа басушысы жатыршылықта жоқ. Төртіншісі ұрық қайда дамиды, жатыршылықта дамиды. Өте жақсы балалар. Өте тамаша. Берілген, қарап тұрсаңыздар. Әрбір жануарлардың өзінің ерекшелігі, өзінің атаулары болады, иә? Енді соны сіздер табу керексіздер. Ең үлкен жануарлардың сұрағына жауап бер дейді. Ол бізде қай жануар? Назерге шыға қойыңыз. Бізде ең үлкен жануар. Ең үлкен жануар жаңағы бұғой, иә, бізде. Осы жаңағы бұл кісінің сұрағы, ең үлкен жануардың сұрағы бізде. Онтогенездің қанша типтерін ажыратылады? 2 типке ажыратылады екен. Өте тамаша, жақсы, отыра қойыңыз. Келесі бізде толық түрленіп дамитын жануарлар түрін көрсет деген екен. Қамшат бере қойыңызшы. Бұл бізде толық түрленіп дамитын бақа. Ол бізде қате болып тұр, иә? Қате болғандықтан ол басылмай тұр бізде. Бере қойыңыз. Інжу? Өте тамаша. Өте қол жануардың сұрағына жауап бер дейді. Ол бізде қай жануар? Ақсұңқар келе қойыңыз. Ол бізде Түлкі, иә? Енді отыра қойыңыз, Ақсұңқар жақсы. Құл Мұхаммедтеріңіз бас аяқты ұлуларға тән даму типін ажыратыңыз. Өте жақсы. Енді біз келесі сұрақ бізде шала түрленіп дамитын жануарларды көрсет дейді. Шала түрленіп дамитын жануарларды. Сәбдияна келе қойыңыз. Шала түрленіп дамитын жануар бізде қайсысы? Өте жақсы балалар. Сәбіз жейтін жануарлардың сұрағына жауап беріңіздер. Үнжіп шыға қойыңыз. Бізде сәбіз жейтін жануарлар, ол бізде қандай жануар? Ол қандай жануар? Қоян, иә? Қоян. Енді бұл жерде бізде сұрағы тура емес даму қандай жануарларға тән дейді. Жақсы?
тамаша. Аяғы ерекше ұзын жануардың сұрағына жауап бер. Аяғы ерекше ұзын жануар бізде қай жануар? Кім табады? Назерге келе қойыңыз. Тырнай, иә? толық төлеп дамитын жәндіктер. Қандай жәндіктер? Қоңыз, көбелек? Шөпке. Өте жақсы. Тікендері көп жануардың сұрағы қандай болмақ дейді? Тікендері көп жануар қандай жануар ол? Қолмұхаммед келе қойыңыз. Тікендері көп ол бізде не? Кірпі. Иә, кірпі. Енді кірпінің сұрағы бізде. Шала түрлері дамитын жәндіктер. Өте тамаша. Көпірдің қызметін не атқарды? Қамшат келе қойыңыз. Көпірдің қызметімізде ағаш атқарды. Ағаш атқарды. Енді ағаштың сұрағына жауап бере қойыңызшы. Өсімдіктерде ең бірегейі немен аяқталады? Тіршілігін тоқтатумен. Басамыз, иә? Су бетінде қалқып жатқан гүлдерге сұрақ қояды екен. Сайтына келе қойыңыз. Судың бетінде қалқып жатқан гүлдер. Судың бетінде қалқып жатқан гүлдер дейді. Сұрағы. Генеративтегі деңгейге саты қалай аталады дейді? Қалай аталады? Өте тамаша. Қураған ағашты көрсет. Сұрағын таңда. Мына жерге келе қойыңыз. Құрап қалған ағаш дейді. Иә. Өсімдіктердің қызметін тоқтату сатысы. Өте тамаша балалар. Барлығымыз өте белсене қатыстық. Өте тамаша балалар. Бағалау парақтарыңызға 1 балл барлықтарыңызға. Жақсы балалар, сіздер көріп тұрсыздар, иә? Бізде қазір осы сабақ бойынша кері байланыс болады. Мына жерде тұр. Мына жерде бізде жаңағы барлығын түсіндім, жақсы түсіндім, аздап қиналдым. Соларды таңдап аласыздар да бір-бірден келіп, анда жабыстыра беріңіздер. Бір-бірден келе қойыңыздар. Жақсы балалар, бұл жерде бізде жақсы түсіндім, барлығы түсінікті. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Иә. Жақсы балалар, өте тамаша. Ендеше бізге дәптерлеріңізге тапсырма жазып аласыздар. Жақсы балалар, сіздерге көп рахмет. Сабаққа белсене қатысқандарыңызға сау болыңыздар. Сау болыңыз.